Ауыл мен қала бір-бірімен тығыз байланыста өмір сүреді. Ет пен сүт, жеміс-жидектер, көкөністер, түрлі дақылдар бәрі де қалаға ауылдан жеткізіледі. Қалада осы өнімдер ұзақ сақтауға мүмкіндік беретін ыдыстарға салынады. Сондай-ақ, олардан жаңа өнімдер жасалады. Мысалы, еттен түрлі шұжықтар дайындалады. Арнайы зауыттарда қант қызылшасынан қант өндіріледі. Жүгеріден, күнбағыстан, мақтадан өсімдік майы алынады. Кондитерлік фабрикаларда жеміс-жидектерден түрлі тәттілер дайындалады. Жеміс-жидектің шырыны құтыларға құйылып, дүкендерге жіберіледі. Ауыл шаруашылығында қолданылатын комбайн, трактор және сол сияқты басқада техника, оған қажетті құрал-жабдықтар қаладағы адамдардың қолымен зауыттарда жасалады. Қаладағы ғалымдар ауыл адамдарының жұмысын жеңілдету үшін түрлі жаңа технологиялар ойлап табады. Ауылдағы шаруашылықтың өнімділігін, яғни азықтың құнарлылығын, сапасын арттырумен де қаладағы ғылыми институттар айналысады. Ауылда жұмыс істейтін мұғалім, дәрігер, агроном, мал дәрігері, басқа да мамандар қаладағы оқу орындарында дайындалып, мамандық алады. Қысқасы, ауыл мен қала бір-біріне қызмет көрсетіп, бірін-бірі толықтырады. Сегізінші сабақ. Армысың ауыл. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Аң құсы көп тауында, жидегі мол бауында, ата әжем тұратын, бардым жазда ауылға. Қармақпенен аудалып, көлден балық ауладық, қызыл сары гүл теріп, көк шалғында аунадық. Серік Әкрамұлы. Шырылда боз торғайы, жайқалған көк тоғайы, ата әжемнің ауылын үнемі сағынамын. Ауыл деген бақыт қой, ата әжем алтын ғой, ауылымды аңсадым, жазда іздеп барамын. Жұпар жусанан қиды, көлде үйрек қалқиды, қолыңдар көп үйірде, жайылады өрістеп. Ауыл деген бақыт қой, ата әжем алтын ғой, ауылымды аңсадым, жазда іздеп барамын. Шөлдегенде әжемнің аққымызын ішемін, қамшысын мен атамның алып атпен шабамын. Ауыл деген бақыт қой, ата әжем алтын ғой, ауылымды аңсадым, жазда іздеп барамын. Дала жасыл текемет, суы мөлдір керемет, күнбағыс пен жүгері, күн сияқты сап-сары. Ауыл деген бақыт қой, ата әжем алтын ғой, ауылымды аңсадым, жазда іздеп барамын.